Biz советошқа келдік. Келген мәселе мониторингке шыққан. Мұрат шақырды. Айбек, қайсың? Қаласың ба? Таптырсыз ба? Кім? Айтшы өзің. Кім? Айша апа ма? Иә. Шықыр өзіңіз. Қалайсың маған? Қай неге келесің? Қай көшеге? Болған апа. Болған ападан асып кеттім. Болады, кейін қарай барады. Есін ашан ойып. Бұдағы көрілесің бе? Есігі. Болған деген апаң алында отырсын. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Болған апа неге көтермейсіз? Қалайсың? Шүкір. Ой, жаңа кетіп қалдың ғой неге? Неме? Замға. Видео сөмкіп жүріп жатсақ айтасыз. Тікелей эфирден. Осы айтып өтесіз. Сіздер өздеріңіз шақырасыздар, өздеріңіз адам кекетесіздер ма? Не болған апа? Мен дейтін Онда шақырдық қой енді. Сіз онда шақырған сіз 11-де шығып атық дедіңіз ғой? Жоқ, онда... Сіз маған 11-ге 10 қалғанда звондадыңыз. Заместитель жүр. Жоқ, мен заместитель шаруам жоқ. Сіз маған звондадыңыз, өзіңіз айтасыз. 10-нан 15 кеткенде біз мына жерден шықтық. Мен білмеймін, сіз маған 11-ге 10-ға шақырдық. Кеше неге бәріне неге салдым ғой. Сонда не инвалидтер кекетесіздер ме? Бір сағаттың ішінде не аралап тұрдыңыз? Енді бәрі 5 мекемеге барып қарадық. Бір сағаттың ішінде сонда аралап шықтыңыздар ма не? Для галочки керек емес ондай маған мониторингтер. Галочка емес, бәрі қарадық. Енді не галочка? Жоқтарын айттық, түсіндірдік. Мен білмеймін, мен болған жоқ. Ондай мониторингтер керек емес сонда. Қатырыстар, еще звондаса көтермейсіз, еще адамды кәдімгідей. Мен көтердім, жауап бердім саған. Жауап берген жоқсыз вот именно. Осылай сіздер сондай болғасын, конечно, басқалары не ойлаймыз. Онда енді, онда жақсы 10:30, хотя 11-де өзің келмейсің бе? Әркімнің өзінің шаруасы бар, біз де жұмыстағы адамбыз. Жоқ, сіз... Жоқ, мен сізге не үшін келді, мен не үшін тұрып, мен түсінбедім, мен маған болған апа өзі дейтін 11-ге қазір қарайыншы. Жақсы түсіндім. Жоқ, мен айттым, не деп, шаруаларым бар, манағыдай, сіздер қазір жүре беріңіздер, қай жерге боласыздар, сол жерге бара қоярым дедім. 11-ге 50 қалғанда звондадым бара. 12-ге 10 қалғанда ма? Мен шығып кеттім, қайдасыздар, сақыттамыз деді. Бір сағаттың ішінде бес объекттің тез қалай солай аралады да кетті. Сосын еще фото видеолар бар. Жоқ, мен білмеймін, мен көрген жоқпын, маған керек емес ондай галочкалар. Соны не? Звондасам көтермейді. Мен уже дейтін таксимен келдім да. Сонда дейтін қалай ол сіздің кекеткендеріңіз бе? Өздеріңіз шақырасыңдар 11-де. Бір сағаттың ішінде қалай солай айғап шығасыңдар. 11-де барасың ба? Онда емес па? Мен сізге айтам 10:54-те көріп тұр, уақыты болып тұр ғой жерде дейтін. Мен маған қарағанда 9:30-да. Маған кеше айтты, 10-да болады деді. 10-да болады деді. Сосын Оликмосын 10-да болады деді. Болғанда бірге келсін. 10-да болады деді, маған кеше звондады бір. Сіздерден сол. Жақсы деп қоғамда болам деді, ол мен қоғам болған жоқпын. Шаруаларымен шығып кеттім де, соңында уже 11-ге 5 минут қалған звондап тұр ғой. Болған апам входящий вызов кетіп тұр ғой. Сол кезде мен айттым, шаруаларым жүріп, келем де 10-да деп айттыңыздар ғой дегенде, жоқ, бізде жиналыс болды іште деді, енді шығып жатырық деді. Сонда мына жерде дейтін кім жарған болып тұр? Біз баяғыша сол қарапайым халық тупой болып қалады соңында. Қазір сұрап білейік, мен қазір істедім. Бірақ мен таңертең 9:30-да шығарда сұрап айтқан. Бәріне звонып айттық деді. Сіз кеше Айбекке айттыңыз. Таңертең кім Ислам айтты ғой,
кім Айбек неге сен Айбек нешеде соқтың ба таңертең? Жоқ, мен түнде жаздым. Түнде жоқ, жазуын жазды. Мен айттым, қоғамда болам 9:30 деді. алып кет деді Иә, 9:30 дедік, ол келістік. Бірақ 9:30 ешкім жоқ. Маған болған 10:54-те звондап тұр ғой. Өзім көрсеттім ғой. Айбек жоқ болғасын сол жақтан алып кетеміз деп мен колледжге соқтық қой бірінші. Таңертең бәріне қайтадан соқпайсыздар ма бәріне? Дұрыс шығайын деп жатырмыз деп. Кеше айтқанның бәрі есімде шықты ғой бұл адам. Жоқ, ол жақсы кім? Асан, ол әңгіме ода емес. Просто 1 сағаттың ішінде не аралап үлгердіңіздер? 1 сағаттың ішінде дейтін, егер дұрыстап монитор жасайтын адам дейтін, ол бір 2 объектіні бітіреді ғой. Мен сондай расчет қылдым да. Сіздер алыңыздар, қалай солай, бардыңыздар, фото видеосыздар, жоқ, болды, кеттік. Давай, болды, короче. Сондай нәрсе болды ғой, енді басқа мониторинг группаның мүшелері бар ғой. Солар 3-4 шықты ғой, бізбен қосқан 4-5 адам. Облыстың акиматқа бар. Облыстың акиматта не тақты ал? Қандай кемшіліктер айтыңызшы. Лифтте говорящий болған жоқ. Оны салдырдық оны. Кеше до этого салған тактильный плиткаларды алып тастап, новый салып отырық. Оның фото отчеттары бәрі бар оның. Оны әлі қабылдаған жоқпыз үшеуміз. Знак салды. Енді звонок салды. Нан дейтін бар ғой, ресторан. Соған бардық, фотосын түсірдік. Қасында кофе бар ғой, саке-баке деген бар. Оған да фотоларын бәрін түсірдік. Осы үшеуі тек қана барғанда. Потом неге бар, медколледжге бар. Оның ішінде бәрі бар екен. Енді бағанағы 2-3 мекемеге оның фото-видеоларын түсіріп, комиссия мүшелері қолдарымен болды. Мен түсінбеймін. Өздерің істеген болып тұрсыздар ғой, ана жерде дейтін. Ол сіздер дейтін, мысалы, қара көзін шықмайды дейді, сіздер акиматқа дейтін нақты предписание бере алмайсыздар ғой. Жоқ, акиматқа береміз ғой. Былай не істеп шындап көргенде. Алда дейтін ол облыстық әкімдіктің өзінде алдында Бейсенбиев дейтін, ой, бізде бәрі бар деді. Ал қайсы сол кемшілік жазған қағаз бар ма? Берші маған. Көрсетші видеоны, лифтіні, говорящий. Жоқ, маған лифтіні айта бермеші, маған лифт не керек? Ол дейтін, ол лифтке де бару керек қой бірінші адам дейтін. Бар ғой, жасалған. Жасалмаған мен өте кетесіңдер. Алда мен дейтін, анаптада дейтін, бірінші күні барып лестницаның алдында отырған жоқпын ба мен? Неден, кіреберіс ішке есіктен бастап, мына турникеткен жасап қойған болды. Жоқ, Айбек, кеше жасалды. Мен кеше жасалған нәрсені айтам, мен ана аптада вообще ол 5-ші күні вообще болған жоқ. Сонда дейтін, кеше Айбектен салып қойған. жоқ, негізі қызықсыңдар да, инвалид адам өз жүру керек. Осы сағатқа дейін сонда не істедіңдер сонда? Айбек, қараш, осы жылда мен өзім осы орынға отырғаннан кейін бір 20-дан астам мекеме бейімделді. Мен білмеймін. Алда Рафат дейтін нешеде? 148 де. Жоқ, ол общий жыл басынан бері. Сіз дейтін 20 дейсіз. Сонда мен өзім отырғанмын. Жыл басынан бері 100-ден астам бейімделді ол онсыз да. Ол ешқандай мәселе жоқ. Сосын тағы не деп сосын неше мектеп, неше не бейімделді, соңында 3-еу деді. 3 не до конца бейімделген деді. Мектеп па? Білмеймін. НСОС деді, Сарыөзектегі мектеп деді. Иә, полный бейімделді. Полный бейімделді. Оған жауап бере аламын. Не онда да енді, білмеймін. Жұмыс шекі. Мен ондай мониторинг. Айбек тағы шығамыз ғой. Келесі апта сонда сразу жоқ, мен сіздермен бұндай етіп жұмыс жасай алмаймын. Сіздер дейтін, қараңыздар, өздеріңіз айтасыздар бағанағыдай. Еще келіп, біздің жұмысымыз бар ғой деп еще сөйлейсіздер. Ондай не керек ма? Ондай пайдасы жоқ ма? Мен өзімде қазір мысалы барып шыға аламын мысалы. Айбек өзің айттың ғой, мені Гасловскийні алып кетті деп, дұрыс па? Жоқ, әңгіме ода емес болған ата. Енді біз деген сразу медколледжге соғысыз барып тұрып қойын саған. Әңгіме ода емес. Просто сіздер дейтін өздеріңіз 11-ге таман звондайсыздар. И 11-ні 50 өткенде мен сізден көтермейді еще. Өзің соқ деген жоқсың ба? Жоқ, мен маған келе жатқанда өзің соқ дедің. Жоқ, мен звондадым ғой. Звондадым. Мен сізге звондадым, сіз көтермедіңіз. Қашан? Осы 11-ге 50 қалғанда. Сосын бар, маған голосовой сообщение жазып жібердіңіз. Айбек, біз кетіп қалдық деп. Қашан? Еще? Мына 11 WhatsApp-пен. Иә, мен мекеменің шекеріне білмеймін мен қайда қалып қойған. Мына қазір WhatsApp-тан видео қосып. Мен сіздермен шықпаймын. Маған сіздер ондай шикі жұмыстарың керек емес. Мен өзім ақта сізде барып та оны мониторинг ете аламын. Мен өзім ақта соны департаментке жібере аламын. Не керек ондай сізден шикі жұмыстар?
енді қарап жүріп қой бәрін қарап жүргенде енді білмеймін мен көз жеткізген жоқпын. бәрін не істедік айттық, олар бізге Білмеймін қағазын мен. әкелген жоқ әлі. Сондықтан предупреждение жасадық, ескерту жасадық. Олар Жалпы жылдың негізі аяғына дейін екі апта мына бар, мониторинг, сіздер мониторинг топтарыңыз шикі. Мен алда Динаға барғанда да көрдік қой қалай жасағандарыңызды. Анау бармайсыз, жоқ, мынау жоқ, давай, кетуге асығып тұрасыздар кәдімгідей сол жерден. Просто көзбен бір өтіп шығасыздар, болды, барма, жоқ, болды. Кетуге асығып тұрасыздар. Оны не керек? Bir сағаттың ішінде еще облыс акиматқа да барып үлгерісіздер. Сосын не? Мына медколледжге де барып үлгерісіздер. Сосын не? Милицияға де бар. Самолетпен жүрдіңіздер ме? Арада дейтін машина бар емес пе? Не бар емес пе? Жол бар емес пе? Ол бір сағаттың ішінде мүмкін емес ол дейтін. Егер де дұрыстап мониторинг ететін болса. Сондықтан керек емес ондай өтірік мониторингтеріңіз. Сол. Сіз госслужащий ретінде үйтіп адамды кекетпеңіз. Сіз бағанағыдай өздерін шақырып аласыздар да, сосын бана сообщение жазып жіберді ғой. Жоқ, сообщение жазып жібердіңіз ғой. Мысалы, біз сақытына кетіп батыр. Жоқ, сақытына кетіп батыр. Тексерсең өзің барып тексер дейді. Өздерің шақырасыңдар да, өзің барып тексер дейді. Мен мысалы қазір мен баратын болсам, олар маған мен қуып шығады. Не ал дейсің, госорган өзі келді ғой деп. Хотя сіздер біздерді алға салып, біздің қорғайтын адамдарсыздар ғой, сіздер негізі сөздің ішіне келгенде. Қоғамдық бірлестіктер деп айттық біз, барлық неге айттық. Білмеймін мен. Мен естіген жоқпын сіздің не айтқаныңызды. Бірақ сіз маған айтқаныңызды мен анық естідім. Өзің сарқытқа барды, өзің тексер деген ол сіздің тарапыңыздан ол өте қате нәрсе. Жоқ, кім Айбек, сені жақындап қалған шығар. Жақсы. Кешен қойым, жақсы. Солай жұмыс шекі в общем, жақсы. Мен келесіде ондайға қоспай ақпын, шекі жұмыстар. Айбек, қалайсың? Асың. Уалейкумассалам. Мына іште. Осылай.